Гиперсілтемені қалай қоюға болады? Жалпы гиперсілтемені суретке, кез келген объектіге, мәтінге, ескертуге, тақырыпқа қоюға болады. Қойғымыз келіп отырған гиперсілтемеге бірінші текстімізді жазып аламыз. Текстімізді немесе суретімізді бірінші, яғни гиперсілтеме орнатқымыз келіп отырған суретті, тексті объектіні ерекшелеп аламыз. Ерекшелеп алғаннан кейін меню қатарындағы ставка бөліміне өтіп, ссылка, яғни сілтемелердің ішінен біз ссылка батырмасын басамыз. Бұл вставить гиперссылку немесе Ctrl және К клавишаларын басу арқылы да жасауымызға болады. Анда бізде гиперсілтеме қосу сұхбат терезесі пайда болады. Енді түсіндіріп өтейін. Бірінші бізде файлым веб-страницы, яғни бар файлдарға немесе веб-беттерге сілтеме қосады. Екінші, место в документе, яғни ағымдағы құжаттың белгілі бір бөлігіне гиперсілтеме қосады. Үшінші, новый документ, жұмыс үстелінің объектілеріне гиперсілтеме жасайды. Төртінші, электронная почта, электрондық почта жіберу терезесіне сілтеме жасайды. Өзімізге қажетті осы 4 батырманың көмегімен гиперсілтемелер орналастыруымызға болады. Гиперсілтеме қою үшін жазылған сөзімізді ерекшелеп аламыз және вставка бөліміндегі ссылка батырмасын басып, вставить гиперссылку батырмасын басамыз. Осы кезде бізде пайда болған терезеден файлым веб-страницы батырмасын басып, текущая папканы басамыз. Өзіміз қай жердегі құжатқа гиперсілтеме қойғымыз келеді, соны таңдап аламыз. Мына жерде мен бір суретті ашқым келеді. Кез келген бір суретті таңдап, яғни сіз құжаттарыңыз таңдап, окей батырмасын басасыз. Сол кезде біздің гиперсілтемеміз көк түске боялады. Енді Ctrl батырмасын басып тұрып, гиперсілтемемізді ашамыз. Ашқан кезде біздің суретіміз пайда болды.